Сіздермен бірге Нанака каналындағы Лейла. Сіздер үлкен сандарды киіз үйдегі кереге торы көмегімен шығарып көрдіңіздер ме? Бүгін сол туралы қызықты әдіс көрсетеміз. Мысал үшін 421-ді 78-ге көбейтеміз. Ол үшін мына сандарға қараймыз. Бұл жүздіктен тұрады, мынау ондықтардан тұрады. Яғни 1, 2, 3, 1, 2, 3-те 2 квадрат сызамын. Немесе торлар сызамын деп айтайық. Өйткені бұл керегеге ұқсас болады. Көресіздер неге екен. Астын 2 деп алайық. 2-ге бөлейік, ал мына үстінен 3-ге бөлейік. Үстіне, мысалға, 421 деп жазып қояйық. Ал жанына болса 78 дейміз. Өткені 78-ге көйдіп атырмыз ғой. Енді әрбір торды осылай диагональдарынан бөліп шығайық. Енді көбейтуді бастаймыз. Көбейткен кезде ондықты үстіне жазамыз, бірлікті астына жазамыз. 7-ге 4-ті көбейтсем, 28. 7-ге 2-ні көбейтсем, 14. 7-ге 1-ді көбейтсем, жай ғана 7. 8-ге 4-ті көбейтсем, 32. 8-ге 2-ні көбейтсем, 16. 8-ге 1-ді көбейтсем, жай ғана 8. Енді қараңыздар. Әрбір мына диагональдарда тұрған сандарды бір-біріне қосып шығам. Мысалға, мына диагональдың ішінен тек қана 8 шығады. Келесі диагональдың ішінен тек 12, 13 шығады. Бір ойда, ол ойдағыны мына диагональға қосатын боламыз. Енді мына диагональдан 4-ке 2-ні қосам 6, 7, мынаумен 8 болады. 8 шығады екен. Жауып қояйық. Міне мына диагональды былай қойсылайық. Мынау 8 санамаңыздар, бұл мынау берілгені ғой. 8-ге 3-ті қосамын 11, 12. 12 бір ойда мына жерге қосамын оны. Мынау 2, мына жерге түсіп, 3 болып кетеді, себебі мына ойдағы 1-ді қостық. Сонда жауабы 32838. Тен 32838. 838 болады екен. Ал енді 2453-ті 754-ке көбейтейік. Үлкен бағандар құрастырмаймыз. Ол үшін 4-те 3 квадратын сызамыз. Яғни тор жасаймыз. Үлкен квадрат сызайық. Барлығына сандарды жазып шығайық. Ал енді көбейтуді бастайық. 7-ге 2-ні көбейтсем, 14. 7-ге 4-ті көбейтсем, 28. 7-ге 5, 35. 7-ге 3, 21. 5-ге 2, 10. 5-ге 4, 20. 5-ге 5, 25. 5-ге 3, 15. Енді 4-ке 2-ні көбейтемін, 8, 4-ке 4, 16, 4-ке 5, 20, 4-ке 3, 12. Енді әрбір диагональдың ішіндегі сандарды бір-біріне қосып шығамын. Мұнда 2, 5-ке 1-ді қоссам 6, мұна жер 6-ға 2-ні қосамын. 8, 8-ге 5-ді қосамын, 13, 13-ке 1-ді қосамын, 14, мынамен 15. 15, бірі ойда, ол мына жерге қосылады деген сөз. Енді мына диагональдың ішін қараймыз. 8-ге 1-ді қосамын 9, 9-ға 2-ні қосамын 11, 11-ге 5-ді қоссам 16, 16-ға 2-ні қоссам 18, 18-ге ойдағы 1-ді қоссам 19. Енді ол да бір ойда. Мына диагональдың ішінен не шығады? 0, 2, 8, 10, 10-ға 3-ді қоссам 13, ойдағы 1-мен 14. Тағы да бір ойдағы 1-ді мына жаққа жіберем. 1-ге 4-ті қоссам 5, 6, 7, ойдағы 1-мен 8, 1 өзі түседі. Сонда 1,849,562 шығады екен. Осылайша көбейтуді жеңіл әрі тез шығаруға болады. Көргендеріңізге рахмет. Осы видеоға лайк басып, достарыңызға жіберіңіздер. Келесі кездескенше!